Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін өте дәмді болып шығатын, сонымен қоса өте жұмсақ және сочный котлетті жасаймыз. Құрамына қажет заттар описаниеда жазылған. Ең басты ингредиент ол фарш пен нан әрине. Біріншіден осындай 5 кусок немесе 6 кусок нан алып, соны осындай шетіндегі қаттыларын міндетті түрде алып тастаймыз. Содан соң барлығын үлкен шұңғыл тарелкаға салып, үстінен су құйып қойып қоямыз бірер уақытқа, 5-10 минутқа. Содан соң биязымыз бен чесногымызды ұсақтап осылай турап, шұңғылдау бір ыдысқа салып, немесе өздеріңіз дайын блендерлеріңіз болса, сол жерге салып, блендермен еземіз. Бұл міндетті емес әрине. Если блендер болмаса, оны өте ұсақ қылдырып турасаңыздар да болады, бірақ ол кезде котлетамызда ортасында жаңағындай пияздың бөлшектері солар көрініп қалуы мүмкін. Міне осындай сұп-сұйық болып, пияз бен чеснок блендерленді. Енді дайын болған нанымызды судан сығып аламыздағы өлшейміз. Менде 250 грамм нан шықты. Содан соң үстіне фаршты қосып, үстінен тұз бен бұршымызды қосып, және жаңағы дайын болған пияз бен чесногымызды қосамыз. Ең соңында үстінен таң қалмаңыздар, осындай су қосамыз. Бұл міндетті түрде қосылу керек. Сол кезде біздің котлетамыз өте сочный болып шығады. Қолмен жақсылап тұрып, езіп тұрып араластырамыз. Менде арасында қатып қалған фарштар бар екен. Морозилкадан кеш шығарыппын. Соны жақсылап ездім осылай. Фарштың түсі кішкене өзгереді, ақшылдау болып, оған мән бермеңіздер. Содан соң осылай жақсылап араластырған соң, бұл жердегі ең керемет лайфхак, фаршты ыдыстың ішіне осылай қатты ұрамыз. 5-6 рет осындай әрекеттер жасаймыз. Сол кезде фарштың құрамы біркелкі болып, өте нәзік, жұп-жұмсақ болып шығады. Шамамен жалпы 1100-1200 граммдық масса шықтым. Енді осы жасайтын котлетаңыздың өлшеміне байланысты, яғни сіз үлкен қылдырып жасайсыз, орташа қылдырып жасайсыз, кейбір адамдар өте кішкентай қылдырып жасағанды жақсы көреді. Мен осындай үлкендеу қылдырып жасадым. 90 граммнан менде 12 штук шықты. Сіздер кішірек қылдырып жасаңыздар болады. Котлеттаны жасар кезде бірінші қолымызды кішкене дымқылдап аламыз, және қоятын орнымыз тоже дымқыл болу керек. Осылай дәл осы әрекеттерді жасап, видеодағындай котлеталарды бірінші жасап аламыз. Онға әлі аунатпай тұрамыз. Сол кезде онға аунатпай тұрып, қолымыз бәрі дымқыл болу керек, және қоятын тәрелкеміз болсын, таскамыз болсын, тоже кішкене суланған, дымқыл болғаны жөн. Барлығының формасын жасап алған соң, енді осылай шұңғыл ыдысқа ұнды сеуіп, оның үстіне аунатып, ақырын ғана осындай әдемі формасын береміз. Содан соң құрғақ ұн себілген поверхностьқа қоя бастаймыз. Енді міне котлетіміз қуыруға дайын. Табанның түбіне кішкене ғана май қосып, соның үстіне қызып тұрған отқа котлетамызды саламыз. Отымыз орташа болу қажет, қатты отта керек емес, және өте жай отта керек емес. Жай отта қызып қуырсақ, котлетіміз майды сіңіріп өте майлы болып шығады. Бір жағын қуыруға примерно 4-5-6 минутта кетеді. Осылай екі жағында қуырып, дайын салфетканың үстіне міндетті түрде майын сорғытып аламыз. Және де айта кететін зат, котлетамыз өте пышный болып шыққандықтан, оның жандары кейде қуырылмай қалады. Соны міндетті түрде осылай қисайтып қойып қуырып алсаңыздар, өте дәмді болып шығады. Мінекей біздің өте нәзік және өте дәмді және өте пышный котлетамыз дайын болды. Қазір дәмін көреміз. Әлі су үлгерген жоқ. Әлі ыстықтай күйінде тұр. Міне ортасы бәрі тоқтай піскен. Иісі деген керемет енді. Божественно. Өте керемет сочный. Ортасы толықтай піскен. Прям самый лучший рецепт котлет. Мен YouTube каналымда ең жақсы деген рецепттермен ғана бөлісемін, ал бұл рецепт котлеттің ең керемет рецепттерінің бірі. Сондықтан міндетті түрде жасап көріңіздер. Ас болсын.